Бүкіл Европа Матеуш Камраттың қаншалықты мықты жауынгер екенін біледі. Және америкалық жанкүйерлер де оны біртіндеп танып келе жатыр. Бұл жігіттің болашақта титулға үміткер атануы үшін қабілеті және қарымы жеткілікті. Менің Джайлин Тернерге қарсы өткізген соңғы жекпе-жегім өте сойқан болды. Мен бұл шайқасты өте қысқа мерзімде қабылдадым. UFC менен "Ей, сен төбелесуге дайынсың ба?" деп сұрады. Мен болсам ешқандай мәселе жоқ дедім. Fantastic by Gamrot. Got it right away. Look at that. Jalen got back to his feet. Nicely done by Jalen. Oh, front kick to the bottom. Oh, right hand by Gamrot. He drags him down and it ends the fight full mount. Mateusz Gamrot having his way late in the fight. Мен өзімнің психологиялық тұрғыда мықты екенімді Тернермен шайқаста түсіндім. Және толыққанды дайындықпен шықсам, кез келгенін жеңе алатынымды білемін. Сондықтан бұл жолғы шайқаста сіздер мүлдем басқа Gamrotты көресіздер. It's his takedowns and his control on the mat with his submission skills that makes Gamrot so dangerous. Oh, 1-2 down the middle. Holtzman in a world of trouble. Mateusz Gamrot stops Scott Holtzman in his tracks. Физиев бұл өзгеше жауынгер. Ол өзінің айналасындағы хайпқа әбден лайықты. Қолмен жасаған соққылары өте жойқын және тейкдауннан қорғануы мен өзіне деген сенімділігі оны бұл дивизионда ерекшелеп тұрады. That is it. Rafael Fiziev finishes Brad Riddell. Жекпе-жек бұл менің өмірім. Мен қалай төбелесуді және жұдырықтарымен қалай ақша табуды ғана білемін. Гейджімен өткен жекпе-жекте мен жоспардан ауытқып кеттім және эмоциямды игере алмадым. Бұл шайқастан кейін біраз нәрсені өзгертуім керек екенін білдім. Және эмоцияға берілмей өз-өзімді қолға алып, жекпе-жекте жоспар бойынша әрекет етуім керектігін түсіндім. Rafael Fiziev. Егер мен ақылға салып төбелесем, барлығына ыңғайсыз қарсыласпын. Gamrotқа да мен болжағанды ұнатпаймын, бірақ жекпе-жекте қандай да бір мүмкіндікті көретін болсам, құтқармаймын. Рафа мен үшін керемет қарсылас. Егер оны жеңсем, топ 5-ке кіремін, сосын белдікке ұмтыламын. Мен белдік үшін төбелескім келеді және сол титулды иеленуді қалаймын. Сондықтан бәріне дайын екенімді дәлелдеймін.